Болашақта депутат болғысы келетін, болашақта үкіметтің қызметіне барғысы келетін азаматтарға бір-ақ нәрсе айтқым келеді. Біз қорықпауымыз қажет. Халықтың ортасына барып, сөйлесіп, сөз ұғатын ортада сөзімізді жеткізіп, кейін олардың талап тілегін үкіметке жеткізуден қорықпауымыз қажет. Ел, жер, халық біздікі. Бұл халыққа қызмет ететін өзіміз, ешкім Юпитерден, Марстан келіп, ол қызметті жүзеге асырмайды. Сізбен біз жүзеге асырамыз. Бір кезең болды, сен не істейтініңді білмей қорқып қалған, мынауым дұрыс па, дұрыс емес па деп. Бірақ қаңтар оқиғасынан кейінгі мемлекеттің қазіргі жағдайдағы бүкіл бет алысы, аяқ алысы оны көрсетіп жатыр ғой. Белсендісің ба? Тек қана сынап қана қойма, мемлекетке көмектес. Яғни мемлекетті біз әлде де өзіміз құрамыз. Сіз мына жаққа қарап отырма, сондықтан менің ойымша қолымыздан келгенше әлеуметтік желіде белсенді болып, ауылдан келетін қазақтарды көмектесуге дайын болуымыз қажет.